Бүгін жаңа редакцияны барлығыңыз қарап шықтыңыздар. Кеше айтылған ұсыныстардың бәрі де енген. Мен кеше Конституцияның преамбуласы бойынша өз пікірімді айтқан едім. Өз ұсынысыма қатысты айтар болатын болса, мәтін ойымнан шықты. Ең әуелі, біз Қазақстанның бір тұтас халқы деп басталуы ұлттық келісім формасы. Ол жекелеген топтар мен өңірлер емес, бүкіл халықты тең құқықтармен ортақ жауапкершілік арқылы біріктіруі өте ұтымды пайым. Преамбуланың мәтінінде мәдениет және білім құндылықтарын, ғылым мен инновация жетістіктерін бағдарға ала отырып деп жазылуы Конституцияның саяси құқықтық және бағдарламалық құжат екенін дәйектей түседі. Сөйтіп, Конституция тек заңдармен ғана шектелмей, білімге, ғылымға, инновацияға, мәдениет пен ұлттық рухқа бағдар беретіндей болуы тиіс. Білім мен ғылым адам әлеуетін дамытуға, инновация технологиялық тәуелсіздікті қамтамасыз етуге, мәдениет пен рух халықты біріктіруге қызмет етеді. Осы құндылықтарды Конституцияға енгізу арқылы Қазақстанды тек құқықтық емес, өркениетті мемлекет ретінде көрсетуге болады. Осылайша ол қоғамды біріктіруге, даму бағытын нақтылауға және конституциялық реформаның рухын толық ашып көрсетуге мүмкіндік береді.